2 сынып оқушысы Жақатай Азаматтың шығарма дәптері. Қыркүйектің 24-і. Шығарма. Мен өскенде кім болам? Мен өскенде мұғалім болғым келеді. Әлемдегі барлық адамдарды оқытамын. Оларға оқуды, жазуды, есеп шығаруды үйретемін. Бірақ мен одан да көп заттарды үйреткім келеді. Мен жақсы мұғалім боламын. Пәк көңілімен, асқақ арманы бала жүректі алға ұмтылдырып, мектебінің мақтанышы болумен қатар көптеген биік белестерге жеткізді. Кеудесін кернеген биік мақсат мектеп ұясынан ұшыра, өмір аспанында самғатып, Ақтөбе гуманитарлық колледжіне алып келіп, тұғыры мықты тас түлекке айналдырды. Келешек ұрпақты білім нәрімен сусындататын, адам жанын қайырымдылыққа тәрбиелейтін, өмірлік азық жинап, қуат алатын, ұлы мамандықтың қыр-сырын барынша бойына сіңірді. Кішкентай ғана бала жүректің асқақ арманына қол созып, алғашқы еңбек жолын 2018 жылы Ақтөбе қаласы номері 56 жалпы орта білім беретін мектеп қабырғасынан бастады. Мектеп өмірі мен мектептің тұрмыс тіршілігіне бейімделіп, білік тәжірибесін шыңдап, еліміздің ертеңіне деген жауапкершілікті шынайы сезіне түсті. 2020-2021 оқу жылынан бастап Ақтөбе қаласы Новый орта мектеп-лицей білім ордасында қызметін жалғастырды. Ата-анасының, бауырларының, әріптестерінің қолдауының арқасында мұғалімдік мансабында көптеген жетістіктерге жетіп, жүлделі орындарды қанжығасына байлады. Самат ағай, сіз өте жас ағайсыз, сондықтан сіз бара-бара сіздің оқушыларыңыз өте тәрбиелі және де ұқыпты болуына тілектеспіз. Сіз өте күшті әрі керемет ағайсыз, дәл осылай сіз болашақта да осындай ағай болуыңызға тілектеспін. Иә балалар, мен мұғалім болдым. Себебі сіздер секілді қамқор, елін сүйетін ұрпақты тәрбиелеймін. Мен алға қойған міндеттерімді бүгінгі шәкірттердің арманымен ұштастыруды ұстаным ет.